Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өтті қалай үй жағдайында тазалау керектігі туралы сөйлесетін боламыз, немесе өттің жұмысын жақсарту туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет. Ең бірінші әдіс қызылша. Қызылшаның өт айдайтын әсері бар. Атап айтқанда оның шырыны. Жартылай қайнатылған қызылша үккіштен өткізіп дәке арқылы шырынды сығыңыз. Мұндай шырынды тамақтанудан жарты сағат бұрын ішіңіз. Бірақ қызылша аздап өзіңізді әлсіз сезінесіз, соны ұмытпаңыздар. Екінші жақсы әдіс бақбақ гүлінің тамыры. Мүмкін ең қарапайым және қолжетімді нұсқа. Гүлденген бақбақ тамырларын жинап, шайыңыз және кесіңіз. Бақбақ тамырын сумен толтырып қайнатасыз. 20 минут қайнатыңыз және тамақтанар алдында жарты стакан жылы күйде ішіп алыңыз. Үшінші жол жалбыз. Жалбыз өт ағымын жақсартады, жүрек айну мен ауырлықты жоғалтады, тәбетті жақсартады. Жалбыз жапырақтарынан шай қайнатыңыз және күніне 2-3 стакан ішіп алыңыз. Қант немесе бал қосуға болады. Жоғарыда барлық айтылып өтілген нұсқауларды дәрігердің кеңесімен ғана қолданыңыз.